Ассаламуалейкум, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Жандос Сатыбалды. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында қала аумағында бірқатар шаралар ұйымдастырылды. Өткен мерекелік демалыста архив бөлімінің мамандары ауған соғысынан қаза болған Олег Морозовтың анасын құттықтап қайтты. 8 наурыз қарсаңында Сатпаевтық тәртіп сақшылары көлік тізгіндеген аруларға гүл шоқтарын сыйлады. Өткен аптада Достық үйінің қабырғасында нәзік жандылардың төл мерекесіне орай концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Шара барысында емін жарқын әңгіме өрбіп, соңы мерекелік концертке ұласты. Мейірімділік пен сұлулықтың, даналық пен рухани қуаттылықтың салтанат құрған күнінде Сәтпаевтық аяулы аналар мен қыз келіншектер ерекше құрметке бөленді. Мәселен, өткен аптада Достық үйінің қабырғасында аруларға арнап концерттік бағдарлама өткізілді. Мерекелік шарада алғаш болып Сәтпаев қаласы әкімінің орынбасары Айгүл Төлендина құттықтау сөз сөйлеп, айтулы күннің маңыздылығына тоқталды. Бүгінгі мереке үлкен, жақсы мереке, аналар мерекесі. Ана деген ұғым ол әр батыр да, тұлға да, кім туса да анадан туады. Қандай тәрбие берсе де ана береді тәрбиені. Сол үшін сіздерге отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жаңа көрген кішкентайларыңыз үлкен азамат болып, мына біздің Қазақстанымызға еңбегін сіңіріп, үлкен деңгейге шығаратын болсын. Шара барысында жиналғандар әңгіме дүкен құрып, бір-бірлерімен тәжірибе алмасты. Сонымен қатар отырыста қаламыздағы көп балалы аналардың жағдайы жайлы да сөз қозғалды. Айта кету керек, көмекке аса мұқтаж және көп балалы отбасылар әлеуметтік көмекті ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап алатын болады. Көбінесе енді көп балалылар бізде ашам дейтін азаматтар көбінесе жаңағы кондитерлік өнімдерін шығару бойынша, немесе жаңағы косметикалық жағынан мысалы не тырнақ бояу, немесе жаңағыдай көптеген түрлері салон ашу бойынша. Сондай кәсіпкерлік түрлерімен айналысам дейтін азаматтар көп. Сонымен қатар бізде гранттар бар, қайтарымсыз ақшалай гранттар. Облыстық гранттар бар. 3 миллионға дейін, өз үшін ашам дейтін азаматтарға 3 миллионға дейін грант алуға болады, яғни қайтарымсыз қаражат. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай ұйымдастырылған мерекелік шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Диана Абдықалықова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде Нұр Отан партиясы өкілдері мен Сатпаев қалалық архив бөлімінің мамандары Ауғанстанда қаза болған жауынгер интернационалист Олег Морозовтың анасын мерекесімен құттықтады. Ер есімін ұмытпаған жандармен біздің арна ұжымы да барып қайтқан болатын. Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл толды. Дегенмен соғысқа қатысқан батырлардың интернационалист жауынгерлердің есімі әлі күнге дейін біздің жүрегімізде. Мереке күні қарсаңында Сатпаев қалалық мұрағат бөлімінің мамандары жауынгер интернационалист Олег Морозовтың анасы Ирина Морозоваға барды. Біздің жерлесіміз соғыс алаңда батылдығы мен ерлік танытқан офицер болған. Өкінішке орай соғыста қаза тауып қайта оралмады. Алайда ер есімі ел есінде. Вот, пожалуйста. Ребятам вручали всем такие. Ага, мы специально оставили на 8 марта, что вас именно прийти поздравить. Хорошо. Вы же знаете, что у нас есть личное происхождение. Совет әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл толуына орай Сатпаев қалалық мемлекеттік мұрағат интернационалист жауынгерлердің құрметіне арнап тағзым және құрмет фотоальбомын жасаған. Фотоальбомда Ирина Морозовтың баласы Олег Морозов та бар. Айтулы мерекеде Сатпаев қалалық архив бөлімі мамандары жауынгердің анасына естелік сыйлықты табыс етті. Благодаря вам, сейчас у него есть в архиве личный фонд его, как воина-интернационалиста у нас есть фонд. Да, за память я благодарна всем.
Что помните о всех погибших ребятах. Нельзя забывать такое. Ана болғаннан кейін баласын жоғалтып, мұңын айтып, қайғысын айтып, біз ортақпыз қайғысын әрине, қолдан келер көмек сол. Кішкентай қарлығаштың қанатымен су сепкендей көмек болсын деп, көңіліміздегіні, қолымыздағыны алып, арнайы анасын Әлек Морозовтың бүгін құттықтап келіп отырмыз. Сонымен қатар енді бүгінгі осы мереке қарсаңында Сәтпаев қаласының әйел азаматшаларын, қала тұрғындарын бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Әрбір анаға, әрбір әйел азаматына, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, еңбектеріне жеміс, шығармашылық табыс тілеймін. Айтулы мерекеде Нұр Отан партиясының мүшелері де құттықтаудан тыс қалмады. Көктем мерекесінде Нұр Отан партиясының Сәтпаев қалалық филиалының бірінші орынбасары Бақытжан Әміров бастаған делегация Ирина Морозованы құттықтап барды. Олар батырдың анасымен өткенге көз салып, альбом беттерін парақтап, офицердің әскери жетістіктерін еске алды. Мәселен, Әлек Морозовқа еліміздің қорғаныс саласы мен мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз еткені үшін Қызыл Ту ордені табысталған екен. Ирина Морозова бейбітшілік орнаған заманда елімізде қарулы қақтығыстардың белгісі жоқ деп бүгінгі күнге ризашылығын жеткізді. Самое главное, чтобы в нашей стране был мир, согласие, спокойствие. Какая красота. Я вот сколько здесь уже живу? С 57-го года, 62 года уже. Шара барысында Ақжолықты ананы мерекесімен құттықтап, оған мықты денсаулық пен ұзақ ғұмыр тіледі. Нұротандықтар естелік суретке түсіп, құттықтап тарқасты. Шолпан Амантай, Біржан Сағындық, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында жол полицейлері қаламыздың нәзік жандарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Толығырақ әріптесім Диана Абдықалықова баяндайды. Сәтпаевтық жол полицейлері бұл жолы көлік тізгіндеген нәзік жандыларды ереже бұзған үшін емес, мерекемен құттықтау үшін тоқтатты. Әйелдер қауымының қолдарына гүл шоқтарын ұсынған тәртіп сақшылары оларға тамаша мерекелік көңіл күй сыйлады. Мерекеңізбен, халықаралық әйелдер күнімен сізге отбасыда бақыт, ашық аспан, қажымас қайрат, еңбекке жеміс тілеймін. Жергілікті тәртіп сақшылары аруларда алдымен жол жүру тәртібін бұзды деген себеппен тоқтатты. Нәзік жандылар жол полицейлерінен мұндай сыйды күтпеген сынайлы. Әдетте ескерту жасап, тіпті айыппұл салатын полицейлердің жылы лебіздері жүргізушілер үшін тосыннан орын алды. Арулар қуанып, жол сақшыларына алғыстарын білдірді. Сіздерге барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мынау жолдағы жүрген ұлдар аман болсын. Рахмет. Автокөлік жүргізген нәзік жандыларға мерекелік көңіл күй сыйлау енді жыл сайынғы дәстүрге айналмақ. Жергілікті жол полицейлері қаламыздың аруларын тағы да мерекемен құттықтайды. Қадірлі қазақ елінің сенімін ақтаған аналар, салттың сақтаған жеңгелер, сұлуда сымбатты арулар, ханымдар. Көктемнің тамаша мерекесі баршаңызға құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ, еңбектеріңізге жеміс, әр атқан таңдарыңыз шуақты, мерекелі болсын. Әр қашанда сүйікті жар, мейірімді ана, қамқор әже болып, бай дәулетті ғұмырлы болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назар салпындағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.